Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен экспорт және импорт үйретем. Ол үшін сіздер КТЖ бөліміне, календарных жоспарға өтесіздер. Ол үшін сіздер күнтізбелік жоспарға өтесіз. Сол жерде экспорттау деп тұрады. Оны алдын ала сіз қолыңызбен теріп аласыз. Күнделікті тақырыпты және үй тапсырмасын бірге. Және осы жерде міндетті түрде қарайсыз. Қанша қай классқа кім беріп жатыр. Соны экспорттау деген басасыз. Сіздерге осы экспорттау төменге түседі. Осыдан Excel болып көрініп тұрады, соны төмен басасыздар. Басқан кезде разрешить сұрайсыздар. Және бізге керек емес артықтың барын мышкамен ерекшелеп белгілеп алып, удалить етіп тастаймыз. Себебі бізге ол кедергі жасайды, және бізге күннің реті де керегі жоқ. Енді біз бұны 4-ші тоқсанға жариялап жатырмыз. Егер сіздерде 4-ші тоқсаннан бастап жарияланатын болса, көбінесе үй тапсырмасын алмайды. Мен бірге қосып алам. Соған мұқият беріңіздер. Бұл ең бірінші жазған кезде сізге керек болады. Және бұны сақтаймыз. Файл сохранить как рабочий столға. Және рабочий столға сақталады. Енді осыны көріп алайық. Рабочий столға сақтаған бірінші А сынып деп тұр. Осыны открыть етесіздер. Және рұқсат етілген типтер бірінші жолақтан емес, екінші түрінен бастайсыздар. Ары қарай. Бірінші А сыныбы жалпы 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы және үй тапсырмасы деп белгілейсіздер мына жерде. Өзі екі жасыл болып тұрады. Себебі жаңа экспорттаған кезде көрдіңіздер, әрі қарай. Енді мына жерде бәрі жасыл болып дайын тұр. Менде мына сыныпта 10 сағат болды бірінші А сыныпта. Себебі демалыс күнге тура келіп қалды. Ал 1 Ә сыныбында 9 сағат. Импорттау. Импорттау сәтті аяқталды деп. Енді қарап көрейік. Біздің 4-ші тоқсанға импорттаған жаңағы барлық неміз түсті. Экспорт, импорттау деген оп-оңай осылай сабақтарыңызды қойып алсаңыздар болады. Келесі сабағында көріскенше сау саламат болыңыздар.